Құрметті көрермен, Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығында қонақта Жамбыл ауданы Қызылқайнар ауылдық округінің алқа билер төрағасы, ардагер асаба көп тілді Искаков Бегалы Аралбекұлы ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Алғашқы сұрағымызды бастаса, осы Жамбыл облысында былтырдан облыс әкімі Қарашөкеевтің бастамасы бойынша республикада брифингте осы асабалар қауымдастығы ашылған болады. Осы орайда Жамбыл облысында сіз тойдың ішінде жиі жүресіз. Қандай өзгерістер болып жатыр? Баяғы 10 жылдық тойға қарағанда қазіргі тойлардың айырмашылығы неде? Бәрекелді, өте жақсы сұрақ. Енді бұл біріншіден той менен қазақтың байланысы туралы айтатын болсақ, той Құдайдың қазынасы, той дегенде қу басты домалайды деген сияқты, бұл қазақты тойды қазақтан бөліп қарауға болмайды. Бұл қазақ үшін, басқа халық үшін той басқаша болса, қазақ үшін той басқа бір дүние. Бұл өмірдің бөлінбес бір бөлшегі. Сондықтан мына тойымыздың бас аяғын кішкене жинақтап, мына ұлттық өзіміздің тәлім тәрбие арнасынан шығып кетпесін деп, ұлттық менталитетімізге жат элементтерден тойымызды тазартайық деп, мынау бетімен кетушілік болмасын деген ниетпен облыс әкімі осындай бастама көтеріп, содан кейін бізде ортамызда Ринат Нұрақбаев бауырымыз өзі бас болып, бастап асабалар алаңы деген қоғамдық бірлестік құрылды. Ол құрыла салысымен-ақ алғашқы қадамынан бастап өте үлкен жемісті жұмыстар атқарып, бірнеше іс-шаралар өткізілді, кездесулер болды, аудандарда қаншама іс-шара өткізілді. Енді нәтижесі жоқ емес, нәтижесі көзге көрініп тұр. Қолменен ұстап, сен былай істе демегенменен осы іс-шаралардың дүмбуінің өзі халыққа әсер етіп жатыр. Бұл жерде той болғанда тойды жүргізуші асаба бар, тойды өткізуші той иесі бар, және тойдың қонағы бар. Үшеуіне де бұл фактор әсер етіп, кішкене жинақыланды деп мен нық сеніммен айта аламын. Себебі бұрынғы осыдан былтырғы, алдыңғы жылғы, онарғы жылғы кішкене шашау шығып, еркінсіп, ойына келген жасап бара жатқандар кішкене жинақталды, айылын жия бастады, кішкене есін жия бастады деп айтуымызға болады. Шынында да қаншама біз еркін қоғам болсақ та, қаншама заманауи дегенменен біз ата көрген өзіміздің салт дәстүріміз бар, үлкенді сыйлаған, әдеппенен мәдениеті, өзіне сай мәдениеті бар халықпыз. Сондықтан шектен шығып кетпеуіміз керек. Шек деген нәрсе бар. Сол шектен шықпаушылық негізгі басты мақсат еді. Сол мақсатқа ақырындап келе жатырмыз деп ойлаймын. Мінекей сондықтан бұдан әрі қарай да сол жұмыстар жалғасын таба береді деп ойлаймын. Өте тамаша, жақсы бастама және жақсы нәтижесін беріп жатыр. Керемет. Бегалы аға, сіздің асабалықтан да басқа өнеріңіз бар екенін білеміз. Сіздің ақындық қасиетіңіз бар екенін білеміз. Және бабаларымыздың көптен бай тарихын жан-жақты оқитыныңызды білеміз. Осы тұста сізге тарихтан бір сұрақ қойсам, осы қазақтың алаш зиялыларының мақсаты не болды? Бәрекелді. Бұл енді біз қазақ елінің, бүгінгі қазақ мемлекетінің тарихы айтқан кезде біз алаш орда арыстарын айтпауға, алаш орда қозғалысын айтпауға ешқандай мүмкіншілігіміз жоқ. Себебі біздің қазіргі мемлекетіміздің іргетасын қалап берген сол кісілер ғой. Алаш арыстары, Әлихан Бөкейханұлы бастаған, Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы болды, Міржақып Дулатов деген оян қазақ деп бүкіл қазаққа дабыл тастап, мысалы, сондай қазақты қозғалтты. Ал енді қазіргі мына біздің Қазақстан Республикасы болып отырған осы аумағымыздың өзін шекарасын шегендеп берген сол кісілер ғой негізі. Тарихтан оны қазір білеміз. Көп фактілер ашылып жатыр, әлі ашылмаған деректер, архивте әлі ашылмай жатқан деректер де көп. Болашақта ашылып жатыр деп ойлаймыз. Мысалы осы қазір белгілі болып отқандай Әлихан Бөкейханұлы менен Ахмет Байтұрсынұлы дайындап, Әлімхан Ермеков деген сонда 29 жастағы математик екен. Сол кісі Ленинменен 8-9 сағат айтысып отырып, дәлелдеп отырып, дәйектерменен осы қазақтың территориясын белгілеп, шегендеп, шекарасын сызғызып, қолын қойғызып алды ғой. Сонда айтқан әңгіме бар, енді ұзынқұлақтан жеткен әңгіме. Ленин айтқан дейді, қасындағы жаңағы көмекшілеріне.
Шай қойыңдар, біз шай ішіп алайық, үзіліс жасамасақ, мына қазақтардың мына қарқынымен біз Москвадан айырылып қалайын деп тұрмыз деп жаңағы. Содан кейін Ахмет Байтұрсынов айтты деген әңгіме бар. Ойпырмай, біздің Әлімханмен де айтыса алатын Лениннің де осал адам емес екен деп айтады дейді жаңағы. Сол сияқты өте білімді азаматтар, олар өздерін құрбан етті ғой. Сөйтіп бүгінгі территориямызды шегендеп шекарамызды. Ал енді соның өзінде біз содан берде бірталай жерді жоғалттық. Орынбор кетіп қалды, Қарақалпақстан кетіп қалды, тағы біраз жерлер кетіп қалды. Бір күн барына шүкір дейміз, сондықтан ол кісілердің аруағына бас иеміз. Әдебиетіміз де, мәдениетіміз де, бүгінгі идеологиямыз да бәрін қазық қылып қағып беріп дайындап кеткен сол кісілер. Алла ол кісілерді алдынан жарылқасын. Керемет, мына Бегалы ағамыз осы ақындық тұрғыдан осы кешегі 9 мамыр ұлы отан соғысына арналған өзінің бір өлеңі бар екен, соны көрермендерге ұсынсаңыз. Бәрекелді, рахмет. Енді өлең сөздің патшасы сөз сарасы дейді. Бұл енді жеңіс күні мен бұл өлеңді жазған едім тебірене отырып, бұрынғы соңғы қазақтың тарихына көз жүгірте отырып, өткенімізбенен кешегімізді, бүгінгімізді бәрін таразылай отырып, бір тебіреністен шыққан өлең еді, соны оқып берейін онда. Бодан күндер артта қалды кешегі, айдарымнан заман желі еседі. Бүгін қазақ егемен ел тәуелсіз, өз тағдырын өзі ғана шешеді. Арайланған азаттықтың таңымен, көш түзеді салтанатты сәнімен, бұтақ жайған бостандықтың дарағы, суғарылған бабалардың қанымен. Құлай жаздап талай орға жардан біз, өз жарасын жалап жазған арланбыз. Бостандықты сыйлаған жоқ бізге ешкім, жанталасып күреспенен алғанбыз. Шүкір Алла, бұл бүгінгі сөз басы. Алла деген елдің аян тозбасы, әр қазақтың кетпеу керек есінен, сан ғасырлық аналардың көз жасы. Ей тоқ қазақ, бір сілкінтші санаңды, есің алып құрбан болған бабаңды, қырылса да жауға бермей сол қазақ, өлігімен басып жатқан даламды. Тәуелсіздік, ол солардың жеңісі, аруақ сыйлау, ертеңді ойлау ерісі. Ей бауырым, тоқшылығың бүгінгі, бабалардың еңбегінің жемісі. Олар екті, бірақ өзі жеген жоқ, ешбір нәсіп сұраусыз болып келген жоқ. Өзін құрбан еткен бабаң, ұрпағым өзге тілде сөйлеп жүрсін деген жоқ. Деп ұрпағым ата жолдан таймасын, өсіп өніп кең даламды жайласын. Қалдырған жоқ шейіт болған бабалар, жат көрсін деп жеріміздің пайдасын. Арқасында олар көрген азаптың, келді бүгін арман болған ғажап күн. Ең бірінші кең даламның пайдасын көру керек ұл мен қызы қазақтың. Уа алашым, болсын десең қалауың, тоқтатайық жерін дәргім талауын. Ұлы рухым тұру үшін ұйқыдан, көтерейік ана тілдің жалауын. Тілді ұмытқан талай елден бақтайды, тілін күткен елді Құдай жақтайды. Біз сақтасақ ана тілді аялап, ана тілім қазақ елін сақтайды. Кетпеу үшін елден мәңгі бақтайып, бабалардың ұлы үмітін ақтайық. Ұрпағына аманат қып қалдырған жеріміз бен тілімізді сақтайық. Тамаша. Бегалы аға, мынау көрермендерге өзіңіздің ыстық тілек лебізіңізді білдірсеңіз. Құрметті көрермендер, біріншіден мұна кешегі жалауы желбіреп өткен жеңіс күні құтты болсын. Біздің бүгінгі осындай болашағымыз үшін, бүгінгі бақытты өміріміз үшін жанын қиып құрбан болып жат жерде сүйектері қалған бабаларымызды Алла жәннаттан жарылқасын. Кешегі өткен шейіт болған, ашаршылықта құрбан болған бабаларымыздың жайлары жәннатта болсын. Солардың үмітін ақтап, бүгінгі біздің үлкен азаматтық парызымыз, солардың үмітін ақтап, елімізді ел ету, жерімізді көркейту, ынтымақ берекенің жалауын көтеріп, осы мемлекетімізді өркендеген үлкен, алдыңғы қатарлы өркениеттің көшіне ілестіру, әрбір қазақ осы міндетті ұмытпау керек, және сол үшін елдігімізге үлесін қосып отыру керек. Құда қаласа еліміздің сыртын жаудан, ішін даудан сақтап, ынтымақ береке бірлігіміз артып, әрбір қазақтың азаматы, мен осы елдің азаматымын, мен қазақ деген ұлтты әлемге танытамын деген жақсы ниеті кеудесінде болу керек. Мінекей азаматтық парызын ұмытпау керек. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын, болашағымыз жарқын болсын. Мінекей құрметті ағайын, осыменен тілегіміз тамам болсын. Қазақстан елінде қой үстінде бозторғай жұмыртқалар заман болсын дейміз. Бегалы аға, осы Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығына келіп, жан-жақты сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Шығармашылық табыс, аман болыңыз. Алла разы болсын. Рахмет.